Орыстардың ертегісі бар, колобок деген. Есіңізде ме? Сұрақ, ол орыстардікі ме? Біріншіден, колобок сөзінің мағынасы жоқ. Екіншіден, орыс халқы бауырсақ пісірмейді. Үшіншіден, бұл ертегінің тәрбиелік мәні жоқ, себебі колобок құл түлкіге жем болып қалды. Ал ежелгі түрік ата-бабаларымыздан қалған ертегі колобок емес, қарабок деп аталады. Түрік вариантында тәрбиелік мәні зор. Қарабок ән айтып келе жатқанда бәрі қашады. Сасық боқтан аю да, қасқыр да, қоян да сасып бақсып жүргенді кім жақтырсын? Түлкі арам, қу, сұмбайы қазақтар түлкіні жақтырмаған. Ертегіде шыны ашығып, көзі бұлдырлап келе жатқан түлкі біреу ән айтып келе жатқан естіп алдап шақырады. Қарабок қуанып жақындағанда түлкі оның боқ екенін түсінбей жұтып қояды. Түлкі сияқты екі жүзді қу арам сұмпайы болсаң, өміріңде боққа тоярсың деп тәрбиелейді түрік ертегісі.